Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода 75-75 өлшемді сыпыра немесе жайма лист деп аталатын осындай әрбір үйге қажетті заттың тігілу жолын көрсетемін. Бізде 2 метр напильник мата және 1 метр дак матасы кетті. Ал бізде напильниктен 1, 2, 3, 4, 5 осындай ақ түсті 5-еуі шықты және үстіне дак матасынан біреу, оны қосқанда 6 болды. Одан шоппер сөмкесі де бар. Шоппер сөмкесінің тігілу жолы видеода бар. Мен осы сыпыраны дара-дара етіп қойдым. Тіккен жоқпын. Мынандай жерін тіккен жоқпын. Неге? Өйткені қамырымызды жайған кезде ұн болып қалады. Оны былай сілкіп, қағып, жинап алу үшін осылай дара-дара етіп қойдым. Қазір біз шоппер сөмкесіне салып көрсетеміз сыпырамызды. Міне бізде осындай болып шықты. Сөмкасымен үлкен немесе кішкентай емес. Тігіп көріңіздер, кәделеріңізге жарасын. Біздің сыпырамызды тігуге керек маталар дак матасы және напильник матасы. Напильник матасы осындай орташа қалыңдықта болады. Оны сыпырамыздың шетін айналдыра тігуге осындай косая бейка лентасы керек болады. Міне осындай ақ түсінен алдым мен. Қазір барлығын өлшеп, қиып көрсетемін. Алдымен осы дак матасынан үстіңгі бөлігін қиып аламыз, сосын шоппер сөмкесінде тігеміз. Енді өлшемін шығарамыз. Матаны терісіне аударып алдым. Қазір сызған кезде рүшкі көрініп тұру үшін. Ал біз 75-тің жартысы 37-де 5 болады, соны қазір белгілеп аламыз. 37-де 5 бізге ортасы керек. Ал ортасына мынадай қағаз скотчты қоямын мен. Ручкамен белгілеген кезде матамыз бүлініп қалмау үшін. Мен жағында көрейін. Жерге үлкен етіп нүкте қойып қоямыз. Осы нүктеге ленинкінің мынау басын қойып, бізге керек дөңгелек пішін шыққанша осылай белгілеп сызып отырамыз. Енді осы сызықтарды осылай біріктіріп аламыз. Мына жағын сызып алдым. Енді келесі жағын сызамын. Міне айналдыра сызып алдым, енді қиып аламын. Енді осылай үстіне дак матасыны қойып, сызып үлгісін алып аламыз. Астыңғы бөлігінің барлығын осылай сызып қиып аламыз. Астына осылай сызып алдық, белгілеп, енді қиямыз. Міне астыңғы бөлігінде қиып алдым. Осы напильник матадан бізге 4 штугы шығады.
2 метр напильниктен 4 штугы шығады. Тағы да кішкене ауысып қалды. Егер қосып тігемін десеңіздер, одан да тағы бір бөлігі шығады. Енді шетіне БК лентасын тігіп шығамыз. Ал енді тігіп бастаймыз. Алдымен осы үстіңгі бөлігін тігіп көрсетемін. Сосын мына напильник матасынан тағы біреуін тігіп көрсетемін. Қалғандары барлығы осылай тігіледі. Лентамыз осы лента. Мына бүктелген бойынша сол жерден тігеміз. Астыңғы мата мен үстіңгі мата бірдей болып тұрады. Алдымен осылай кішкене бөлігін осылай бүктеп аламыз. Сосын қойып тігеміз. Дәл осылай айналдыра барлық жерін тігіп шығамыз. Тігіп бастаған жеріне кеп қалдық. Шамалы 5 сантиметр немесе 10 сантиметр артық етіп аламыз. Сосын мына жерін тағы бүктейміз. Екі лентаның осылай бүктелген жері. Ішіндегі лентаны осылай бүктеп аламыз. Сосын үстіңгі бөлігіндегі лентаны бүктеп осылай тігеміз қазір. Енді осы матаны тігеміз. Бұның оң терісі болады. Мына жағы терісінен бастап тігеміз. Дәл дақ матасын тіккен сияқты, бұны да солай лентамызды қайырып бүктеп алып тігеміз. Осындай көлемде бүктейміз. Сосын мына бүктелген бойынша тігеміз. Астыңғы мата мен үстіңгі лента бірдей болып тұру керек. Кішкене артығымен қиып аламыз лентаны. Жаңағы алдыңғы бөліктегі сияқты бүктеп тігіп аламыз. Алдымен астыңғы лентаны осылай бүктеп аламыз. Сосын үстіңгі лентаны оның үстінен бүктеп тігіп шығамыз. Міне біз барлығын тігіп алдық. Шеттерін осындай бейка лентамен тігіп шықтым. Бізде астыңғы бөлігінен 4-еуі шықты. Міне 4-еуі, үстіңгі бөлігінен дақ матасынан 1-еуі шықты. Осылай барлығыңыз өздеріңізге, үйлеріңізде тігіп алып, қолдана берсеңіздер болады. Қазір тіккен сыпыраның сөмкесін тігемін. Ол үшін маған осындай 2 өлшемдегі дақ матасы керек. Ал өлшемдерін видеода жазып қалдырамын. Алдымен ручкасын тігемін. Ол үшін мына жағынан кішкене 1-1,5 сантиметр қайырып бүктеп, дәл осылай. Сосын екеуін былай қойып, мына жерінен тігіп шығамыз.
Енді сумкасының екі жанын тігеміз, сосын үстіңгі бөлігін тігеміз. Алдымен жоғарыдан 1 сантиметрді қайырып алып, сосын тағы да 3 сантиметрді осылай қайып бүктеп, дәл осы жерден тігеміз. Міне түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді шетіні зигзагтап аламын. Екі жағын бірдей етіп тіктік. Енді мына ручкасыны қою үшін біз екі жағынан 6-6 сантиметр белгілейміз. Осылай 6 сантиметрді белгілеп алып, мына ручкамызды қоямыз. Біз бұны қойған кезде мына тігістері ішке қарап тұрады. Дәл осылай айналдыра тігіп шығамыз. Сөмкеміз дайын болды, осындай болып шықты. Қазір оңына аударып, ішіне сыпыраны салып көрсетемін. Ал бұл біздің сыпырамыз. Ішкі бөлігінде көрсетіп қояйын. Міне бізде 1, 2, 3, 4, 5 сыртқы бөлігімен 6 дана сыпыра шықты. Ал бұл сыпырамызды қазір шоппер сөмкемізге саламыз. Міне, ішінде осындай болып тұрды. Ал нығыздығы, өлшемі барлығы бірдей болып тұр. Тігіп көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.